Бұл жерде Айсұлтан Рахатұлы Назарбаев жерленген. Бұл жерде Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атамыздың жатқан жері. Бұл жерде Асанәлі Ашимов ағамыз жерленген. 1937 жылы туылып, 2025 жылы дүниеден өткен. Шерхан Мұртаза, Рахымжан Қошқарбаев, Қасым Қайсенов, Талғат Бегелдинов, Бауыржан Момышұлы сынды батыр тұлғаларымыздың жанына жерленген. Жалпы Кеңсайда осындай үлкен зәулім мешіт тәріздес үлкен зираттар өте көп. Қарап отырсаңыздар, бұл көзбен көрсеңіз өте үлкен, өте көп салынған, осындай цементтермен биік етіп, зәулім етіп салған. Жалпы осындай зираттарға көз қарастарыңыз қалай? Жалпы дұрыс па осылай салған? Өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер. Алматы қаласы Кеңсай зираты. Кеңсай зиратында көптеген елімізге еңбек сіңген ірі тұлғалар жерленген. Барлығын көрсетпесем де бір шамасын сіздермен көрсетіп таныстыратын боламын. Барлығын көрсетуге уақыт жете бермейді. Сол себепті бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріп қолдай кетіңіздер. Кеңсай 1, Кеңсай 2 зиратындағы ірі тұлғаларды түсіретін боламын. Бұл жерде Айсұлтан Рахатұлы Назарбаев жерленген. 1990 жылы туылып, 2020 жылы дүниеден өткен екен. Қазір Алматы қаласында қар жауып тұр, қарасаңыздар. Жанында қазір осы жерде кім жерленгенін қазір барып көретін боламыз. Оң жақ бетінде Олимпиада чемпионы, әлем чемпионы, қазақтың еңбек ері атағын алған Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың жатқан жері. Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың жасап кеткен ерліктерін, еңбектерін, жақсылықтарын бөлісе кетсеңіздер болады төменге комментарийда. Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың өзінің сөзін жазып қойыпты мына жерге. Менің туым ар намыс, білек емес, жігері мықты жеңіске жетеді. Тәкаппарлық әлсіздердің тірегі, ал мықтылардың қағидасы қарапайымдылық. Өте қарапайым, жақсы кісі болған Жақсылық Үшкемпіров ағамыз. Қазір мына жақтардың барлығын толық көрсетіп боламын сіздерге. Бұл Кеңсай зиратының ең жоғарғы бөлігі. Арнайы қорғалады бұл жерлер. Ал бұл жақта өте үлкен зират екен. Қазір көріп таныстыра кететін боламын сіздермен. Әппақ мрамор тастардан өте үлкен зират екен. Жерде қазір ашып көріп. Құлыбаева Раиса Алтабергенқызы 1938 жылы туылып, 2020 жылы дүниеден өткен екен. Құлыбаева Раиса ханым жатқан жер екен. Ең Кеңсай зиратының ең жоғарғы бөлігінде жерленген. Бүгін бұлт туып қар жауып тұрғандықтан қала көрінбейді. Негізі қала өте керемет көрінеді осы жерден. Зираттың ең жоғарғы бөлігінде жерленген. Қазір басқа бөліктерін көрсететін боламын сіздерге. Бұл жерде Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атамыздың жатқан жері. Жанында Қонаева Зухра Шәріпқызы жұбайы жерленген. Қарап отырсаңыздар, Қонаев атамыздың зираты ондай ескерткіш салынып, өте үлкен қып салынбаған. Көріп отқандарыңыздай.
Меңлі Ахмет Жұмабайұлы Қонаев, Зәуре Пайықызы Қонаева. Ең төмен жағында жерленген Қонаев атамыздікі. Кеңсай бір зиратының. Бұл жерде Заманбек Нұрқаділов ағамыздың жатқан жері. Нұрқаділ қызы Панаркүл. Молдабеков Жандос Қайсарұлы. Бұл жерде Нұрқаділ келіні Нұрбике қажы Ілімбай қызы. Еленген. Ал бұл жерде Нұрқаділов Заманбек Қалабайұлы. Заманбек Нұрқаділов ағамыздың жатқан жері. Заманбек Нұрқаділов ағамыздың елге сіңірген еңбегі орасан зор. Жақсылықтарын төменге жаза кетіңіздер. Ағамыз Кеңсай 2 зиратында жерленген. Ал бұл жерде қазақтың маңдайына біткен ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев ағамыздың жатқан жері. 1931 жылы туылып, 1976 жылы дүниеден өткен екен. Өлең шумақтарын жазып қойған екен ағамыздың. Әрине суық қайғы, көңілін халқын бірақ суытпайды. Егерде халық өзін ұмытпаса, бақыл бол, халық сені ұмытпайды. Ағамызға арнап жазылған өлең екен. Кеңсай бір зиратында жерленген. Ал бұл жерде Кеңес одағының батыр, 2 мәрте батыр атағын алған Бауыржан Момышұлы атамыздың жатқан жері. Кеңсай бір зиратында Бауыржан Момышұлы атамыздың 1910 жылы туылып, 1982 жылы дүниеден өткен батыр бабамыздың басына келдік. Қазір Құран бағыштап зиярат ететін боламыз. Бұл жерде Ильяс Есенберлин ағамыздың жатқан жері. Мен дағы жаздым халық ұлы ісін, барынша ашып тарих кең уызын. Тілегім саған айтар жас ұрпағым, тайсалма әділеттің туы үшін. Ильяс Есенберлин ағамыздың. Ал бұл жерде Берлин шабуылының қаһарманы, Рейхстагқа жеңіс туын тіккен Ұлы Отан соғысының батыры Рахымжан Қошқарбайұлы атамыздың жатқан жері. Жанына көк туымызды тігіп қойған екен. 1924 жылы туылып, 1988 жылы дүниеден өткен екен. Бұл жерде халық қаһарманы Қасым Қайсенов атамыздың жатқан жері. 1918 жылы туылып, 2006 жылы дүниеден өткен екен. Ал бұл жерде шындықта ту өткен ағамыз Шерхан Мұртаза ағамыздың жатқан жері. 1932 жылы туылып, 2018 жылы дүниеден өткен. Асанәлі Ашымов ағамыздың дәл жанында Жотаман Уәлихан Ыдырысұлы жерленген. Кеңсай бір зиратында Талғат Бегелдинов Юсуф Бекұлы 1922 жылы туылып, 2014 жылы дүниеден өткен батыр атамыздың жатқан жері. Бұл жақта Сапарбаев
Бауыржан Бердібекұлы 1983 жылы туылып 2002 жылы дүниеден өткен екен. Қазір қар жауып тұр, сондықтан ескерткіштерінде қар толып тұр. Бұл жақта Бердібек Сапарбаев ағамыздың жатқан жері. Кеңсай 2 зиратында. Ал бұл жерде Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев ағамыз жерленген екен. Талғат Мұсабаев 1951 жылы туылып 2025 жылы дүниеден өткен екен. Міне зиратын құрылысын енді бастап жатыр екен. Талғат Мұсабаев ағамыз Кеңсай 2 зиратында жерленген. Бұл жерде Дулат Исабеков ағамыз жерленген екен. 1942 жылы туылып 2025 жылы қайтыс болған екен. Қазақстанның еңбек ері, мемлекеттік сыйлықтың иегері Дулат Исабеков ағамыз. Жанында Исраил Сапарбай ағамыздың жатқан жері екен. 1941 жылы туылып 2025 жылы қайтыс болған екен. Қазақстанның халық жазушысы. Бұл жерде Ескендір Хасанғалиев ағамыздың жатқан жері. Ескендір Хасанғалиев ағамыздың ескерткіші. Жанында танымал актриса Ғазиза Әбдінаби қызының жатқан жері екен. Шөмішбай Сариев ағамыздың жатқан жері. Ақын, қазақтың еңбек сіңірген қайраткері Шөмішбай Сариев ағамыздың жатқан жері. Бұл жерде Батырхан Шөкенов ағамыздың жатқан жері. Ал бұл жерде танымал актер Абдраимов Фархат Нұрсұлтанович 1966 жылы туылып 2021 жылы дүниеден өткен екен. Кеңсай 2 зиратында жерленген. Кеңсай 2 зираты өте үлкен. Өте үлкен жерді алып жатыр негізі. Төмен жағын көрсетейін сіздерге. Кеңсай 2 зиратының бір бұрышы. Кеңсай 1 зираты. Кеңсай 1 зиратында Ғабит Мүсірепов ағамыздың жатқан жері. Қазақ СССР халық жазушысы, академик Ғабит Мүсірепов ағамыздың жатқан жері. Бұл жерде Шәмші Қалдаяқұлы ағамыздың жатқан жері. Кеңсай 1 зиратында орналасқан. Бұл жерде Ермек Серкебаев ағамыздың жатқан жері.